айта беріңіздер. Бітпейтін не мәселе осы сіздерді. Ей, мәселе болғанда отоплениенің бағасы қашан түседі? 3 ай бойы отопление төлейміз деп тас жейтін болдық қой. Мыналардың бәрі асып тозып жүншіп кетті ғой. Қашан түсіресіңдер отоплениені? Бұл мәселе 2027 жылға дейін шешіліп қалады. 2027 жылдан бастап сонда отопление бағасы түсе ме? Жоқ, 2027 жылдан бастап 3 ай қыста Африкада ма, Египетте ма ыстық жерде өмір сүріп келесіңдер ғой 3 ай. Африка, Египет несі? Түк түсінбедім, не айтып тұрсың? Қалай түсіндірсем екен? Былай ғой, 2027 жылға дейін отопление бағасы түспейді. Жылдан жылға өсе береді. 2027 жылы қыста, 3 ай қыста Қазақстанда өмір сүргенше, Египетте ма, Африкада ма өмір сүрген арзанға түседі ғой сіздерге. Түсіндіре алдым ба? Түк түсінбедім. 3 ай қыста сонда біз не шетелде өмір сүреміз, а? Түк түсінбедім. Той бля, түсінбейтін несі бар я? 3 ай қыста семья бала шағамызбен шетелде өмір сүреміз. Африка жа Египетінде. 3 ай семьямызбен шетелде өмір сүргеніміздің ақшасын ішіп жегеніміздің өкімет көтеріп береді біз үшін. Сондай ғой. Жоқ қой, Құдай сақтасын. Жаңағы 3 ай отопление төлейтін ақшаның жартысына шетелге барып демалып келесіңдер ғой, қыста күні. Бізде нелерің бар? О, шешең, онда өлдік десей бәріміз. Неге тештік па? Семья бала шағамызбен полный кредитіміз просрочкада ғой, черный спискідеміз, шетелге шыға алмаймыз біз. Шетеліңде шешең микрорайонға барамаймыз, коллекторлар ұстап алады. Мен өлмеймін енді. 3 ай қыста Мишаның гаражында жата берем, мыналар таза өлді шешең. Тас болып қататын болды. Болмаса сенің үйіңе апарып тастаймын әкім, 3 ай қыста мыналар сенің үйіңде өмір сүреді. Точно сондай болатын болды ғой. Болады ғой. Lay 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 lay